Армысыздар, бүгін бізде қонақта биология география факультетінің аға оқытушысы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі Сүймұхан Ұзақбай Алтынбайұлы. Қош келдіңіз. Менің сізге алғашқы сұрағым, өзіңіздің туған жеріңіз, оқыған білім ордаңыз жайлы айта өтсеңіз, және осы Қарағанды университетінде жұмыс жасап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Мен өзім Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жем өзенінің бойындағы Жарқанов деген ауылда дүниеге келген. Ең алғаш оқуға түсім 1985 жылдан 90 жылға дейін бұрынғы Киров атындағы Қазақстанның жаңа белді университеттердің біреуі КСУ-ді бітірген. Қазір Әл-Фараби атындағы деп аталады. Соның география факультетін бітірдім. 90 жылы бітіріп, осындағы ғылым министрлігінің, білім министрлігінің жолдамасымен осында келдім. Ол кезде география кафедрасы енді ашылған. Соның ең алғашқы негізін қалаушылардың бірі болып табыламыз. Содан бері міне 33 жылдай болды. Осы университет қабырғасында еңбек етіп келе жатыр. Және неліктен Қарағандыға келдіңіз? Не себепті дәл осы университетті таңдадыңыз? Ол кезде екі университет болатын. Бұрынғы біздің қазіргі Әл-Фараби университеті және осы Қарағанды мемлекеттік университет Бөкетов атындағы арнайы жолдамамен алғашында Қарағандыға келем деп мүлдем ойламаған болатын. Негізі Алматыда институт географияда қалған. Сосын осында жаңадан география ашылды. Осы географияны дамыту керек деп менің ұстаздарым айтқаннан кейін осында арнайы келдім. Алғашында шамалы маған жайсыздау болды, бірақ бірте-бірте қалыптасып қазіргі осы орталық Қазақстанды түгел аралап өзім жақын болып кетті деп айта аламын. География кафедрасында міне 33 жыл болды жұмыс істеп жатқанымда. Сонда осы географияға деген қызығушылық бала кезден болды ма, немесе жүре пайда болды ма? Шынымды айтсам, мен мектепте тарих ең жақын көретін. Географияға армиядан келгеннен кейін географияға қызығып, географияға түстім. Қуаныштысы сол, кейін география, тарих деген мамандықтар ашылды. Сонымен қоса алғаннан кейін сол менің әуелдегі арманым орындалды десек те болады. География, тарихты қоса алып жүрмін. Қазір география мамандығы несімен қызықты деп айтатын болсам, бізде университетте оқып жүрген кезде Алматыда бізді далаға шығатын практикалармен қызықтыратын. Далалық практика, сосын мына европалық бөлікті аралау, Владивостокқа дейін бару, Кавказ тауларын аралағаннан кейін мүлдем менің осы география деген құштарлығым одан самайын оянды. Ұзақбай Алтынбаевич Қарағанды университетінің биология география факультетімен 1990 жылдан бері байланыста, яғни біздің есімізде ең алғашқы осы университетте география мамандығы, география кафедрасы құрылған жылы Қазақ мемлекет ұлттық университетінен ұстаз ретінде 1990 жылы келді. Ұзақбай Алтынбаевич жас маман ретінде 90 жылдары Қарағанды университетіне жаңа толқындала келді. Әсіресе жастармен жұмыс, одан кейін университеттің білім, ғылым, сонымен қатар спорттық шараларды ұйымдастырумен үлкен еңбектер сіңірді. Жалпы біз білеміз, сіздің 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқаныңызды, осы жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Бұл енді қазақтың менің өмірімде мәңгі кетпей есте қалатын оқиғалардың бірі. Бұл 86 жылы, ол кезде екінші курсқа енді ғана өткен кезіміз болатын. Жазғы практикадан кейін 3 күнге созылған, былайша айтқанда көтеріліс 3-ші күні басылды. Одан кейін тергеулер басталды. Мен өзім 4 айдай болдым. Мені Қайрат деген жігіт тексерген, капитан әлі есімде. Сол апрель айында маған айтқан, енді тыныш жүр, сабағын дұрыстап оқы, өзің шаруаның баласы екенсің, оқуға түскен деп документтарымды айтты. Документтарымды қайтадан өткіздім, кетіп бара жатырмын. Бірақ енді шамалы келгенше алыс жүр деп айтқан. Бірақ енді ол менің емес, жалпы қазақ біздің қоғамымыздағы ең үлкен, мен үшін қатты оқиға болды.
Сіздің осындай бүгінге дейін ерекше спорттық формада жүруіңіздің бір сыры неде? Мен білсем, сіздің жасыңыздағы кейбір адамдар үшін қимылдаудың өзі ауыр болып жатады. Ал сіз болсаңыз футболда да ерекше бір өнермен, ықпалмен ойнайсыз. Жалпы бір диета ұстанасыз ба, немесе ерекше өмір сүру қалпыңыз бар ма? Ешқандай диета жоқ. Көбісі сұрайды, неге осындай диета деп. Мен енді өзім салауатты өмір салтын осы мектепте жүргеннен ұстанатын, әсіресе армияға барғанда 2 жыл барғанда да, онда да футбол ойнайтынбыз. Кешке таман балалар басқа нәрсемен айналысатын болса, солдаттар, мен алғы футбол, волейбол, содан кейін марафонда, шаңғыда болатын. Сол көмектескен шығар. Оқуға түскенде де бұны тастамадым. Өмір бойы серігім, менің класстастарым айтады ғой, сен ылғи өмір бойы жүгірумен келесің деп. Диетаға келетін болсақ, білмеймін, ондай қатты түсіп жатқан диета жоқ. Жеңіл тамақтар ішуге тырысам, шамалы салмақ қоса бассам, өз-өзімді ұстаймын. Сосын міндетті түрде кешке таман серуен құрам, 30-40 минуттық, ол өмір бойы қалыптасқан мендегі қағида. Серуеннің бір жақсы жері, адамға жақсы ертеңгі істейтін ойлар, идеялар келеді. Сол үшін өзімді ұстауға тырысам. Сосын көп ашуланбауға тырысам. Мен енді университетте оқып жүргенде ең жақсы көретін пәндерім мынау психология пәні болатын. Әлі күнге дейін соны да жақсы көріп, сонда жаңа ұстаздарымыз мықты болатын, солар айтатын, өмірдің ылғи позитив жағын қарап жүр деп. Содан да шығар, ашуланбауға тырысам, қандай сәтте болса да, осы соның арқасында шығар, маған неге жақсы көрінесің деп айтып жатады ғой. Ешқандай диета жоқ. Осындай қалып менде сол. Бір жақсы қасиеті бар, айтып кетейін. Студенттік кезімізде бізге келіп барлығымызды волейбол ойнауға шақыратын. Соған сол спортқа деген жаңа махаббаты әлі күнге дейін біздің университетіміздің қабырғасында әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Содан жаңағы шәкірттеріміздің үлгі алуына боларлықтай істерін қабылдауына мен өте ырзамын. Ылғи студенттерді де осындай жақсы жұмыстарға, жақсы бір сайыстарға дайындап жүреді. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, салауатты өмір салтын ұстанамын дедіңіз, спортпен шұғылданамыз дедіңіз. Соның ішінде өзіңізге ең жақын спорт түрі қандай? Әрине бұл волейбол. Ең жақсы спорттың түрі. Бұл волейболда басқа спортқа қарағанда бүкіл дене, қол, аяқ бәрі жұмыс істейді. Өте ептілікті, ыждағаттылықты талап ететін спорт қой. Қалғандары теннис, футбол арасында жүгіріп тұру үшін керек. Сосын жаңағы дойбы, шахмат, оларында адамның жаңағы ой өрісін кеңейтуге, жақсы ойлар ойлауға апаратын спорттар ғой. Жалпы жақсы көретін волейбол негізі. Теннис, содан кейін жақсы көретініміз. Керемет. Жалпы өзіңіздің отбасыңызда қандай әкесіз, неше балаңыз бар және ағайындыларыңыз бар ма, болса нешеу? Мен өзім үйдің үлкенімін, біз 7 ағайындымыз. Негізі анамыз 9 құрсақ көтерген, оның 2-і қазір жоқ, кішкентай кезінде қайтыс болған. Өзімнен кейін 3 інім, 3 қарындасым бар. Олар өздері сол Ақтөбе облысында сондай еңбек жасайды. Үйдің өз отбасыма келетін болса, 3 ер бала бар, Алланың берген. Үшеуі де қазір үлкені бала шағалы, өз алдына бөлек тұрады, жұмыс бар. Немерелерім бар, алды мектепте, әлі ендігі жыл тағы барады. Екіншісі, ортаншылым былтыр осы біздің университеттің шет тілдер факультетін бітірген. Қазір Minerals компаниясында былтыр солар шақырып, соларға аудармашы болып жұмыс жасап жүр. Кенжеміз, ол осы біздегі педагогика факультетінде дизайн мамандығында. Үшеуі де мен өзім спортқа жақын болғасын, кішкентай кездерінен спорт секцияларына апаратын, бәрін әрқайсысын жағалап, соны айтып біреуіне тоқтайды олар. Сол қазіргі күресте ең бастысы ылғи спорттарын тастамай қайда жүрсе де менімен бірге жүреді. Спорт олар да жақсы көреді. Жекең спортқа қатты көңіл бөледі. Тек қана спортты теледидардан тамашалап, дивандық эксперт емес, ол кісі спорттың бірталай түріне қазіргі таңға дейін белсенді қатысушысы. Биология география факультетінің футбол және мини футболдан командасының бұл кісі қақпашысы,
қажет уақытта ойыншысы жақсы білемін. Волейболдан белді түрде жаңағы шешуші рөл атқаратын команданың мүшесі. Одан қалды столдық теннис, шахмат, шашки, шаңғыға тұру. Осының бәрінде Зұйкин асық атуға да, тоғызқұмалаққа да қатысады менің бойынша. Одан қалды университеттің командасының құрамында облыстық деңгейдегі лига дейді ғой, әртүрлі жарыстарға біздің осы Бөкетов университетінің командасының құрамында жастармен бірге қатысып, былайғы намысты қорғап жүрген адам. Жалпы университеттің пиар және кәсіптік бағдардағы жұмыстарын жүргізуге атсалысып жүрген жандардың бірісіз. Қандай жерлерде болдыңыз? Сіз үшін осы сапар барысында қандай жерлер қиындық тудырды? Бұл енді бұрыннан жүргізіп жатқан жұмыс қой. Мен қазір соңғы кездерде бұрындары мына Шымкент, Тараз өңірлерінде болатынбыз. Балаларға деген ылғи да қалай да оқысын, білім алсын деп біз ылғи да жұмыстар жүргіземіз. Соңғы кездері мынау Ақтау, Маңғыстау облыстарында, одан кейін Семей, сол жақтарда араладық. Мен бір байқағаным, біздің балаларымыз соңғы кезде оқуға деген құштарлық көп оянып келе жатыр. Мен соған қуанамын. Әсіресе біздің Ерней Арыстан Бөкетов атындағы университетті айтқан кезде барлық жерде бірінші осы біздің университет таңдайтынынан мен өте сонда риза боламын. Келген балалардың өзі де кейін бітіріп барған жерлерінде жұмыс істеп жатқанда да бізге хабарласып айтып жатады, мерекелеріңізбен мынау біздің университет ең білім жағынан мықты алдын қатар университет деп айтып жатады. Мен үшін сол қуантып, ал қиын жағдайға келетін болсақ, енді болады арасында, мысалы алысқа шыққан кезде бір кейбір жерлерде көлік болмайды, кейбір жерлерде бір күн жатып қаласың. Мен айтам, онсыз болмайды. Өмірдің бәрі бір жақты, бір беткейлі қозғалыс емес қой. Онсыз болмаса жұмысты алға бастаушы еді. Мен сондықтан ойлаймын, бұның бәрі өмірдегі процесс, құбылыс. Ғибратты ғұмырыңызды ғылымға арнаған жансыз, осы жолда ізімді басар шәкірттерім деп кімдерді айтар едіңіз? Шәкірттерім өте көп. Осы орталық Қазақстанда мен 30 жылдан аса еңбек еткеннен кейін осы айналадағы көп қай мектепке, қай білім саласына барсам да білім бөлімдеріне біздің шәкірттеріміз өте көп. Әсіресе мен өзім сабақ берген 90-шы жылы келген кезде, 1990-да алғашқы біздің шәкірттеріміз, мысалға қазіргі декан болып отырған Серікболат Алдоңғарұлы ең бірінші біздің түлеп, ең бірінші түскен студент болатын. Соны айтар едім, қазір сондай дәрежеге жетіп отыр. Одан кейін біздегі қазіргі студенттер Гаухар Махановна Жанғожина, ол да біздің шәкіртіміз, мен де оқыған. Қазіргі Айдын Иманкешевич Аманжол біздің ұстазымыз. Одан кейін Ернат Бегайдарович, Шалқар студенттер, осы қуанам. Біздің ізімізді басып, біздің кафедрада жұмыс істеп, мен айтам, осылай сіздердің келгендеріңіз мен үшін өте қуаныш. Нағылды шәкіртсіз ұстаз қыл деп, артымыздан сондай лайықты ізбасарларымыздың келе жатқанына мен өте қуаныштымын. Әріптестеріме бірге жұмыс жасап жатқан біздің коллективіміз өте тамаша. География кафедрасы өзі біз кейін кенже қалған ғылымбыз ғой. Кафедрада сол енді ғана бар болғаны 30 жылдың ішінде осындай дәрежеге, осындай мақсатқа жетіп отырмыз. Мен ойлаймын, сол шәкірттеріме сондай қуаныштымын, осындай жан-жақтан қазір білім беріп жатыр, оларды біздің ізімізді жалғастырып жатыр, докторантураға түсіп бітіріп жатыр. Қалғандарына да сондай жетістіктер тілеймін, оқысын, өссін, мен оған қуаныштымын. Және осы өмір жолында мотивацияны қайдан немесе кімнен аласыз? Мотивация, мен өзім кішкентай кезімде кітапты жақсы көретін. Негізі әлі күнге дейін де кітап оқимын. Кейде кітап дүкеніне кірсем, бір кітаптарды оқып, бір 10-15 минут кейде оқып кететін кездерім болады қызық. Кітап қазір кітаптың арқасында, мысалы қазақ тілі әдебиеті, тарих, мысалға бұрынғы шығыс философтары Омар Хайям, басқа нелерді оқыған кезде, хадистер қазір
нені үйретеді? Адамға тәрбие. Ол үлкенге жаңағы құрмет, кішіге ізет деп, өз-өзін ұстай білуді, сыйлай білуді, соларды үйретеді. Соның арқасында мысалға мен көп адаммен жақсы болуға тырысамын. Мысалға біреу ашуландырып, біреу ренжітіп жасады, мен оған ренжімеймін. Мен айтам, ол адам бәрі өзі кейін түсініп қояды ғой деп. Мен де өзімде де мотивациям солай. Бірден көріп ренжісем, шамалдан кейін айтам, сабыр, бұның бәрі қалады деймін да, содан кейін жайлап бәрі қалады. Ары қарай кете береді. Мотивация сол өмірге деген құштарлық сол ғой. Мен шама келгенше компромисс дейді ғой. Сондай вариантты ұстағым келеді. Үлкенмен де, өз туыстарыммен де, әріптестеріммен де. Мен көп жерде маған айтады, қалай араласып кетесің деп. Мен айтам, кейбір адамдармен бірден бұрын көрген адамдай араласып сөйлесіп кете беремін. Сол қасиет шығар. Мен енді көп нәрсені үйренген, мен нағашым бар. Журналистика факультетін бітірген, жаңағыдай үлкен органы саласынан пенсияға шыққан. Ол кісі қазақ тілі, әдебиет, тарихты өте мықты білетін. Сол кісі ылғи маған сол мотивация беретін. Осындай әңгімелерін айтатын, түгел керемет адам. Әлі Астанада тұрады, міне қазір 84-ке аяқ басты. Сол кісі мен үшін үлкен тұлға. Жалпы енді осы келешек жастарға не тілер едіңіз? Мейлі спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, бір ақыл кеңесіңіз бар ма? Жастарға ылғи да ақыл айтатын, мен біздің заманымызда ол кезде көп нәрсе жоқ болды. Қазір мүмкіндік өте көп. Қазір интернет, әлеуметтік желі, бұрын біз мұғалімде әдейі іздеп барып білім алатын болсақ, қазір барлығы бар. Мен айтам біздің студенттерге, қазір сіз 21 жасыңызда оқу бітірсеңіз, 23 жасыңызда магистратура, одан кейін 26-27 жасыңызда сіз PhD доктор болуға мүмкіндік бар. Оған мүмкіндік тек өзіңіздің талап ниетіңіз. Ылғи да оқып біліміңізді жетілдірсеңіз, онда сіз көп нәрсеге, көп жетістікке жетесіз деп айтып, сол балаларға, ылғи да өз балаларыма да сөйтіп айтып отырамын. Оқи беру керек. Менің анам айтатын ылғи, ұзақ сен осы ылғи оқи бересің ба? Тек өмір бойы, мысалы өзім, ол кісенде ертер қайтыс болды. Мен ойлаймын, ол тірі болса айтатын шығар. Мен 2018-2021-де Алматыға докторантураға түскенде анам есім алып, сонда айтам, анам тірі болғанда айтып жүрді, ұзақ тағы оқып жатсың ба, қартайғанша депті. Бірақ білім, ол қартайған қарамайды, білім ылғи да керек. Адам оқыған сайын ол дами береді. Содан Шәкәрімнің өзі де айтады, мысалы, қартайған шағында Абай атамыздың өзі айтады, қартайған шағында неғұрлым оқып білген сайын, оларды сонда сол істеген оқыған білімнен ләззат алып отырған. Мен де сол кісілердің жаңағы ұстанамын, сол кісілердің жолдарын. Оқығанды ылғи да жақсы көремін. Балаларға да, біздің жастарымызға да соны тілеймін. Ұзақбайға жалпы осы тағылымды сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Жалпы адам өмірінің жоғарғы асқар биігі осы 60 жастың төрі ғой, 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын, баянды ғұмыр кеше беріңіз деген келеді. Рахмет, сіздерге де рахмет. Осындай интервью алып жатқандарыңызға. Енді бұл да бір есеп берудің бір сәті шығар. Үлкен рахмет сіздерге. Сіздерге еңбектеріңізге де жеміс тілеймін. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құзекеңнің тілейтін осы бейнесінің қайтпасын, осы қазіргі денсаулығы ұзағынан болып, ауырмай сырқамай, баянды ғұмыр сүрсін деймін. Әлі де ол кісінің бергеніне берері көп деп есептеймін.
ел ағасы болғандықтан, ел ағасы жасына жеткендіктен жалпы бір ғана аудитория емес, бір ғана университет емес, ұйым халыққа, қауым жұртқа ел ағасы ретінде ақыл кеңес беретін жаста. Сондықтан да ол кісіні мен әлі де болса талай мерейтойларында осындай бір интервью береміз деген үміттемін. Сол үмітіміз іске ассын деп ойлаймын. Бұзеке, осы жылдан таймаңыз, өзіңіз осы ширатықпен, жылдамдықпен отбасында сүйікті әке болып, аяулы әке, сүйікті ата болып, ұзақ ғұмыр сүре беріңіз. Ұзақбай Алтынбаевич биылғы жылы міне 60 жасқа толып отыр, мерейлі жас. Осы мерей жасы құтты болсын, творчестволық табыс, еңбектерінде жеміс және отбасында үлкен жақсылықтарды тілейміз. Істеп жатқан істерінің барлығына жемісті еңбек тілеймін. Дені сау болсын, тек қана өзінен озған шәкірттері көп болсын дегім келеді. Құрметті Ұзақбай Алтынбаевич, сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге алғыс білдіре отырып, әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Қазақстанның болашағы болып табылатын біздерге, студенттерге білім нәріңізбен, өзіңіздің бойыңызға жинаған білім нәріңізбен сусындатып жатқаныңыз үшін рахмет айтамын. Әлі де осы шығармашылық жұмыстың жемісін жеуге, әлі де үлкен белестерді бағындыруға тілектеспін. Бүгінгі Ұзақбай Алтынбаевичтың келіп жеткен мерейтойы құтты болсын деп айта келе, мен осы Ұзақбай Алтынбаевичқа бір 4 шумақ арнағым келіп отыр. Яғни 60 жас мерейтойымыз құтты болсын, дос жаранмен әрқашан орта толсын, 70, 80, 90-ға 100-ге келіп, басыңызға қызырдың бағы қонсын дей келе, Ұзақбай Алтынбаевич мен сізге тек жақсылықтар тілеймін, бақытты болыңыз.